Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін бізде екінші бөлім бойынша нәтиже сабақ. Жазылым тапсырмасы 7-ші тапсырма 49-шы бет. Қожаның жағымды және жағымсыз жақтарын белгілеңдер. Өтірікші бұл қожаның жағымсыз жағы. Келесі өз ісіне есеп бере алады. Қожаның жағымды жағына жата ма, жағымсыз жағына жата ма? Дәл солай адал, сотқар, өз-өзін тәрбиелейді, тәртіпсіз, аңқау, үлкенді сыйлайды, өлең шығара алады. Бұл тұстары қожаның жағымды жақтарына жата ма, әлде жағымсыз жақтарына жата ма? Таңбаны қою арқылы жазамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Қожаның 5 жағымды жағын анықтайды 5 балл, 3 жағымсыз жағын анықтайды 3 балл, орфографиялық жазу сауаттылығын сақтайды 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.